Оқу жылы қорытындылануда. Жыл бойы маңдай терлерін төгіп, түрлі білім, шығармашылық байқауларда топ жарған облыс мектептерінің оқушылары марапатталды. 130-ға жуық оқушы дарындылар шеруіне қатысты. Облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен республикалық және халықаралық олимпиадалар, жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау шеруі өткізілді. Оған облысымыздың барлық ауданынан дарынды оқушылар қатысты. Пәндік олимпиадалардың үздіктері мен шығармашылық спорттық сайыстардың жеңімпаздары Семейде жиналды. Химия есептері көп балалар үшін қиындық туғызады. Соған орай оны оңайлатып шығару үшін мен геометрия әдісін қолданамын. Мысалы айта кететін болсақ, бізде екі ерітінді берілсін, ол тұз бен су. Тұздың массасы 100 грамм, ал судың массасы 400 грамм болады. Енді осы берілген концентрацияларды кесіндіге салып, қайсысының үлкен екенін анықтауымыз қажет. Біздің жоба автоматты түрде жұмыс жасайды, яғни автоматтандырылған суғару жүйесі, автоматтандырылған ылғалдылық пен осы жылжайдың ішіндегі температураны өлшеу датчиктерін қолданамыз. Бұның негізгі мақсаты шаруашылықта, яғни экономикалық түрде шаруашылықта шаруалардың өмірін жеңілдету. Бұның негізгі идеясы біз мектептегі жылыжайдан бастау алады. Тапжылмай сабақ қарап жаттығуға дайындалып, істен нәтиже шығару үшін табандылық керек. Бойларындағы еңбекқорлық пен төзімділіктің арқасында жетістікке жеткен оқушылар еңбектің зая кетпейтінін аңғарды. Бұл біздің Абай облысында бірінші рет өткізіліп тұр. Бұл шеруге жалпы білім беретін мектептердің облысымыздан 130 оқушы қатысады. Бұл шеру мақсаты республикалық және халықаралық олимпиадаларда және ғылыми жобаларда жетістікке жеткен, шығармашылық және спорттық жарыстарда жоғары жетістіктерді көрсеткен облысымыздың оқушыларын алғыс хаттармен, дипломдармен және жоғары оқу орындарының білім гранттарымен марапаттау және оларға құрмет көрсету. Барлық жеңімпаздар алғыс хаттармен, смартфон, смарт сағат, құлаққап түріндегі бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар Семей және Өскемен қалаларындағы жоғары оқу орын ректорларының білім гранттары табысталды. Нұргүл Садықова, Назерке Мұратқали, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.